Так, сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз. Барлықтары қосылдыңдар ма? Жақсы. Бүгін сабақтың тақырыбын анықтау үшін біз жаңаға бірнеше сұраққа жауап беру кетейік. Бірінші. Мен сендерге оқимын, сендер жаңағы сұрақты тыңдаңдар. Ол оқытушы, журналист, этнограф, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алаш Орда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Қандай ой түйді оқушылар? Кім деп ойлайсыңдар? Кім туралы біз өтеміз бүгінгі сабақтың тақырыбы? Менің ойымша бұл атақты ғалым туралы. Жақсы. Тағы да кім қалай ойлайды? Ол журналист, этнограф, Алаш Орда үкіметінің төрағасы, Алаш Орда қозғалысының жетекшісі. Ол кім болуы? Ол Алаш Орданың үш басшысының біреуі. Жақсы, жауабың жақын. Тағы да кім айтады? Апай, ол Ахмет Байтұрсынов па? Ахмет Байтұрсынов та бар. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы кім туралы? Алихан Бөкейханов. Дұрыс айтасың, бүгінгі сабақтың тақырыбы Алихан Бөкейханға арналады. Так, дәптерлерімізді ашамыз. Наурыздың 3-і, сынып жұмысы, Алихан Бөкейхан, ұлт көсемі. Наурыздың 3-і, сынып жұмысы, Алихан Бөкейхан, ұлт көсемі. Жас болдыңдар ма, балалар? Иә, апай. Иә. Жақсы. Енді Алихан Бөкейхан туралы жаңағы суреттер сөйлейді әдісі арқылы сабақтың тақырыбына шолу жасайық. Бұл кімнің портреті деп ойлайсыңдар? Алдарыңда тұрған портрет. Кімдердің портреті? Ең бірінші портрет. Ол кімнің портреті? Бұл Алихан Бөкейханов. Дұрыс айтасың, Алихан Бөкейханның. Ал екінші портрет кімдікі? Ахмет Байтұрсынов, Алихан Бөкейханов және Мұржақов. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, мана сабақтың тақырыбын анықтау барысында мен сендерге жаңағы сөйлем оқыған болатынмын. Алихан Бөкейханов кім? Кім ол? Кім біледі? Естеріңде қалсын. Кім айтады? Алихан Бөкейханов кім? Ол мектеп қайраткері. Ол ақын, әдебиет, зерттеуші, ғалым, публицист, аудармашы. Жақсы. Айта ғой. Және Алихан Бөкейханов, ол ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі. Дұрыс айтасың. Алихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов, Мұржақов, Дулатовты не байланыстырады деп ойлайсыңдар? Олар барлығы қазақ халқы үшін бәрін істеді. Қазақ халқы үшін жаңаға аянбай тер төккен, қазақ халқының еркіндігі үшін күрескен Алаш Орда үкіметінің мүшелері. Жақсы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатына тоқталайық. Оқу мақсаты. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарастарын білдіру. Бүгінгі сабақтың критерийлері. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасайды, өз көзқарасын білдіре алады. Ал енді бүгінгі сабақтың
бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздермен жұмыс жасайық. Бірінші, жаңа сөздер: мемлекет, ғұмыры, ұлт, көрнекті, алғашқы. Осы сөздермен сөз тіркестерін және сөйлемдер құрастырамыз. Бірінші сөз мемлекет. Кім жаңағы сөз тіркесін және сөйлем құрастырады? Ойлана тұрыңдар. Кім дайын? Қолдарыңды көтеріңдер. Мемлекет. Апай, болады мен оқимын. Меруерт айта ғой. Мемлекет сөз тіркесі бұл тәуелсіздік мемлекет және сөйлем. Әлихан Бөкейхан біз тәуелсіз мемлекет және сөйлем. Әлихан Бөкейхан біздің тәуелсіз мемлекетіміз үшін жаным аямай күресті. Дұрыс айтасың. Екінші сөз ғұмыры. Қане ойланып, сөйлем құрастырып, кім айтады? Рауан? Рауан ба? Ұзақ ғұмыры сөз тіркесі сөйлем. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов өздерінің ұзақ ғұмырларын, ұзақ болмаған ғұмырларын қазақ елі үшін. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов өздерінің ғұмырларын кімге арнады? Тәуелсіз Қазақстанға арнады. Қазақ еліне арнады, дұрыс айтасың. Келесі ұлт. Қандай сөз тіркесін құраймыз? Апай, мен айтамыншы. Айта ғой. Көп ұлтты. Көп ұлтты. Сосын сөйлем ол Қазақстан көп ұлтты. Ел. Мемлекет, дұрыс айтасың. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Тағы да ұлт дегенге кім сөз тіркесін құрай алады? Ұлт. Меруерт, Оксана. Ұлт. Бүгінгі сабақтың тақырыбына қатысты қандай сөз тіркесін құрап сөйлем құруға болады? Қане, айтамыз. Ұлт. Көсемі. Әлихан Бөкейханов ұлт көсемі болды. Әлихан Бөкейхан ұлт көсемі. Жақсы. Көрнекті деген сөзбен сөз тіркесі және сөйлем. Басқаларымызда жұмыс істейміз, белсенді жұмыс істейміз. Көрнекті қайраткері Бөкейханов Қазақстан елінің көрнекті қайраткері. Дұрыс. Алғашқы. Алғашқы қадам. Әлихан Бөкейханов өз халқына алғашқы қадам жасады. Жарайды, жақсы, дұрыс. Енді оқу мақсатына арналған тапсырмаларды орындаймыз. Қазір біз топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмысына 7 минут беріледі. Бірінші мәтінмен жұмыс. Оқулықтарыңды ашасыңдар. 146 бет. Және де интернет көздерінен жаңағы қосымша ақпарат іздейтін боласыңдар. Бірінші топ. Бірінші топқа жатады. Бірінші топты мен жаңа оқушыларды өзім топқа бөлдім. Бірінші топ Меруерт, Рауан, Темила, Оксана. Екінші топ Темірлан, Қазбек, Әділжан, Мирас, Темірлан. Үшінші топ жаңағы Тимур, Абай, Алдияр, Кирилл, Илья. Топқа бөлініп, қазір тапсырмалар орындаймыз. Бірінші топ Әлихан Бөкейхан ұлт көсемі ментальды карта толтырады. Ментальды карта толтырып, өз пікірлерін білдіреді. Екінші топ Әлихан Бөкейханұлына қосымша ақпарат көздерінен ақпарат алып, Padlet бағдарламасы арқылы хронологиялық кесте толтырыңыздар. Үшінші топ Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейханұлына вендиаграмма толтырып, өз пікірлеріңізді білдіресіңдер. Тапсырма барлықтарыңа түсінікті ме? Енді дескрипторге тоқталайық.
қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасайды 3 балл, өз көзқарасын білдіреді 6 балл. Топпен қазір бірлесіп отырып жұмыс істейміз. Мирас. Апай, бізде неше уақыт бар? 7 минут. Так, Тимур, үшінші секционный залға кіреміз. Тапсырмалар түсінікті ғой, иә? Балалар топпен бірлесе отырып жұмыс істейсіңдер. Вас не слышно. У вас микрофон выключен. Сәлеметсіздер ме? Мен балаларға жаңа топтық жұмыс беріп, жаңағы топ-тобына кіріп, тексеріп, тапсырмаларды берген болатынмын. Қазір бір 7 минуттың шамасында жаңағы өздер топта тапсырмаларын орындап, сіздерге түсіндіретін болады. Шамалы күте тұрсаңыздар.
Апай, мы вас не слышим. Аха. Топтық жұмысқа сендерге жаңа 7 минут берілді. Сендер мәтінмен жұмыс істедіңдер. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты қосымша ақпарат көздерінен мәліметтер жинақтап, өз көзқарастарыңды білдіру. Бірінші топтың тапсырмасы Әлихан Бөкейхан ұлт көсемі ментальды карта Минтмейстер бағдарламасы арқылы қорытынды жасап, өз пікірлеріңді білдіріңдер деген болатынмын. Бірінші топ бастайды. Экрандарында қосыңдар. Ол жаңағы Меруерт, Рауан. Экрандарында қосыңдар. Қане тездетеміз, Меруерт. Меруерт неге? Трансляция қосылмай жатыр. Мен қазір қосып көремін. Тездетіп қой. Апай, видно? Көрінбейді. Вот енді көрінді. Видно. Ал тапсырмаларыңды бастаңдар. Ақырындап, асықпаңдар, саспаңдар. Кім бастайды? Микрофондарыңды қане қосыңдар. Әлихан Бөкейхан 5 наурызда 1866 жылында Қарқаралы уезі Семей облысы Дала өлкесінде дүниеге келді. Әлиханды әкесі 9 жасында Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Оны бітіргеннен кейін 1879-1886 жылдары Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте оқиды. 1886-1890 жылдар аралығы. Дауысың естілмей жатыр, Меруерт. Қане, басқаларын жалғастырып кетіңдер, кімнің микрофон істейді? 1886 жылдан 1890 жылға дейін жылдар аралығында Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны техник мамандығы бойынша бітіріп шықты. Ол Алаш партиясының мүшесі болды. Алаш қозғалысының көсемі әрі жетекшісі. 20 ғасырда күресі басталған. Бұл күрестің Алаш партиясын, Алашорда үкіметін, Алаш автономиясын құруға дейін жалғастырып келді. Арғартай 27. Оның ғылыми еңбектері олар 1896 жылы ғалымдардың кепілдемесімен Орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімшесінің толық мүшесі болып сайланды. Ол Ресей жалпы географиялық сипаттаманың 18 томының авторы болып саналады. 1904 жылы Ф.А. Шербин даярлаған экспедициясында қатысты. 1911-1914 жылдары Әлихан Бөкейхан жаңа энциклопедиялық сөздіктің 4-ден 21-ге дейін томдарына автор ретінде қатысты. Жақсы. Екінші. Және біздің интернетіміз дұрыс істемей жатыр, кейбіреулері шығып кетеді. Жақсы. Келесі тапсырма. Екінші топ.
Жана бірінші топ жаңағы Алихан Бөкейханның өмір жолына, шығармашылығына жаңағы менталды карта арқылы жаңағы баяндап сендерге түсіндіріп берді. Екінші топ Алихан Бөкейханұлына қосымша ақпарат көздерінен ақпарат алып, Padlet бағдарламасы арқылы хронологиялық кесте толтырыңыздар дедім. Қане екінші топ? Апай, біз Padlet тестедік. Және, жақсы. Бастаңдар. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Алихан Бөкейханов 1886 жылдан 1890 жылдары Омбы техникалық училищесінде оқыды. Үшінші, 1890-1894 жылдары Санкт-Петербург императорлық орман институтының экономика факультетінде оқыды. 1893 жылы ол саяси экономикалық әдеби мен басқа үйірмелердің жұмысында белсенді қатысады. Студенттердің тәртіпсіздіктеріне қатысады. Бесінші, 1905 жылы Бөкейханов бірінші мемлекеттің Думаға депутат болып сайланды. Алтыншы, 1917 жылдың желтоқсанда Алаш партиясы мен Алашорда үкіметі құрылып, Бөкейханов оның төрағасы болып сайланады. 1922-1937 жылы соңғы 15 жыл ішінде ол әдебиет пен ғылыми зерттеу жұмыстарын жалғастыруда. Ауызша шығармашылықтың фольклорлық мұраның үлгілеріне мұқият жинап, тарих, этнография, әдебиет бойынша еңбектер жазады. 1937 жылы Алихан Бөкейхановты қайтадан тұтқындайды. Бұтыр түрмесіне қаймады. 1937 жылы 27 қыркүйекте ол ең жоғары жазаға тартылды. Үкім сол күні орындалды. 56 жылдан кейін Алихан Бөкейханов ақталды. Дұрыс. Жақсы. Үшінші топ. Тапсырмаларымды жақсы орындадыңдар. Үшінші топ. Так. Мен презентацияны. Үшінші топ, вендиаграмма жіберген болатын. Ахмет Байтұрсынұлы ол ақын, әдебиет зерттеуші, ғылым тұтқынушы. Ахмет Байтұрсынұлы Алихан Бөкейхановты үшінші топ жаңағы вендиаграмма әдісі арқылы екі алаш қозғалысының жетекшісін салыстыру керек болатын. Қане бастаймыз үшінші топ. Ахмет Байтұрсынұлы ол ақын, әдебиет зерттеуші, ғылым тұтқынушы, публицист, аудармашы. Ахмет Байтұрсынұлын асырап алған балалары ғана болған. Ахмет Байтұрсынұлының нақты туған күні ұзақ уақыт белгісіз болып келді. 2017 жылдың қараша айында Қазақстан халықтарының тілдер күні Ахмет Байтұрсынұлының туған күні болып жарияланды. Жақсы. Алихан Бөкейхан. Алихан Бөкейхан. Кім айтады? Үшінші топ. Қане айта ойындар? Алихан Бөкейханов, журналист, этнограф, уақытша үкіметтің Қазақстанның жөніндегі комиссары.
Алихан Бөкейханов, оның туған жылы 1886, қайтқан күні ол қайтқан жылы 1937. Аса көрнекті қоғам және мемлекеттік қайраткері. Алаш қозғалысының көсемі әрі жетекшісі. Болды. Ұқсастықтары екеуі де жаңағы қоғам қайраткерлері, екеуі де Ахмет Байтұрсынов, Алихан Бөкейхановтар жаңағы педагогтар және Алаш партиясының жетекшілері. Дұрыс. Жақсы. Презентация. Олардың жалпы қасиеттер Қазақстан қоғам қайраткерлер, педагогтар, Алаш партиясы жетекшілерінің бірі. Олар қазақ тілін дамыту проблемасын көтерді, халықты бірлікке және саяси күреске шығарды. Жақсы. Мына жерде. Так, презентация. Мына экрандарымда жоба қойыңдаршы, мен презентациямды көрмей тұрмын. Келесі. Тапсырма. Сонымен енді бекітіп кетейік. Алихан Бөкейхан сонымен кім? Үш топ жаңағы өздерінің топтық жұмысын қорғады. Енді жаңағы бекіту ретінде сұрақтарға жауап берейік. Сонымен Алихан Бөкейхан кім? Кім айтып береді? Толық жауап. Алихан Бөкейханов көрнекті адам. Абай, менің ойымша Алихан ол азамат соғысыны кезінде көп халықта осы бірі жаппай қырғына қорғау үшін қолдан келген бәрін жасады. Жақсы. Алихан Бөкейхан бұл бірнеше маман иесі болды. Ол қандай мамандықтарды игерді? Ол қазақ халқына үлкен ол аудармашы, әдебиетші, экономист, тағы кім? Публицист, апай, публицист. Мұғалім болды. Мұғалім болды. Жақсы. Сонымен қатар Алихан Бөкейханов нені құрды? Алаш. Алаш партиясы. Алаш автономиясын құрды. Алаш орда үкімет. Жақсы. Келесі тапсырма. Бірінші топ Алихан Бөкейханның үшінші нақыл сөзін алады. Екінші топ екінші нақыл сөзін алады. Үшінші топ Алихан Бөкейханның бірінші нақыл сөзін алады. Қазір мен қарап жүрмін. Так, мен қазір сендерге нақыл сөзді қосамын. Топтық жұмыс 5 минут беріледі. 5-ші тапсырма оқулық бойынша. Қазір мәтінді мұқият тыңдаңдар. Алихан Бөкейханның нақыл сөздерін тыңдап, клишелік фразалар әдісі арқылы өз пікірлеріңді білдіретін боласыңдар. Қазір мен сендерге тыңдалым материалын қосамын, мұқият тыңдаңдар. Содан кейін әр топ жаңағы жеке-жеке жұмыс орындайды. Жаңағы нақыл сөздерге жеке-жеке жұмыс дейсіңдер. Бірігіп емес, жеке жұмыс. Бірақ жаңағы әр топқа нақыл сөздерді бөліп бердім. 45-ші сөз. Қазір шамалап күте тұрыңдар. Бесінші аудио. Мен туған елімнің ауыр жүгін арқалап өмір сүремін, және мен үшін отанымның жарқын болашағынан асқан бақыт жоқ. Оны ойлағанда түн ұйқым 4 бөлінеді. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Өзгеге жамандық тілеу, өзіңе жамандық жасау. Себебі басқалармен қосылып, барлығымыз бір адамзат баласымыз.
Балалар, енді қазір осы нақыл сөздерге жаңағы клишелік фразалар әдісі арқылы өз пікірлеріңді білдіріңдер. Мен бірінші топтан айтамын. Өзгеге жамандық тілеу, өзіне жамандық жасау себебі басқалармен қосылып барлығымыз бір адамзат баласымыз. Менің ойымша, нақыл сөздің басты идеясы адамдарға жамандық жасамау. Сондай-ақ біреуге ор қазба, сол орға өзің түсесің деген мақалы бар. Мысалы, біреуге жамандық жасасаң, ол саған екі есе болып қайтарылады. Қорытындылай келе, барлық адам бір адамзат баласы болғандықтан, жақсылық жасап, бір-бірімізге қамқор болуға үйренейік. Жақсы. Екінші нақыл сөз. Дайындалып алыңдар. Кім дайын? Апай, бола мен. Айта ғой, Темірлан. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Менің ойымша, нақыл сөздегі басты идея барлық жасалатын іс-әрекеттен тәрбиеден басталады. Отбасынан алынған тәрбие болашақта баланың өміріне әсер етеді. Сондай-ақ бала білімді болғанымен, оның тәрбиесі мінезі жаман болса, ол ұлтына, жұртына қызмет ете алмайды. Айтылғандарды қысқаша жинақтай отырып, мындай түйін жасадым. Тәрбие адамның ең басты қасиеті. Жақсы, молодец, или жарайсың. Келесі нақыл сөз. Кім айтады? Дайындалып алыңдар. Апай, екінші топ па? Екінші топтың нақыл сөзі қалды. Мен айтайыншы, апай. Айта ғой, кәне, Темірлан. Өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмірін бәйгесін ала алмайды. Менің ойымша, тақырыптағы басты идея кез келген қиындықтан шығу үшін ең қажетті шарт. Өз-өзіне сену және рухтың құлауына жол бермеу болып табылады. Сондай-ақ Әлихан Бөкейхан өзінің күшіне сеніп, өмір бәйгесіне жету үшін аянбай күрескен мемлекет қайраткері. Мысалы, Әлихан Бөкейхан барша ғұмырын ұлтының азаттығы мен теңдігіне өмір жолын арнады. Себебі бүкіл мағыналы өмірін халқына азаттық алып, еркін ел болуына арнаған. Айтылғандарды жинақтай отырып, мындай түйін жасадым. Әлихан Бөкейхан ол барша өмірін ұлтына қызмет етуге арнаған. Жақсы. Біздің оқу мақсатымыз қандай болып еді? Қосымша ақпарат көздерінен жаңағы мәліметтер алып, өз пікірлеріңізді білдіру деген болатын. Біз оқу мақсатына жеттік па бүгін? Қалай ойлайсыңдар? Апай. Біз оқу мақсатына жету үшін қандай тапсырмалар орындадық? Біз диаграмма Вена жасадық. Вен диаграмма. Әдісін қолдандық. Біз Ахмет Байтұрсынов кім екенін таныстық. Ахмет Байтұрсынов. Әлихан Бөкейхановтың хронологиялық таблица. Бірінші топ не істеді? Әлихан Бөкейханов туралы ақпарат, ментальная карта жасадық. Өмірі мен шығармашылығына арнады. Үшінші топ не істеді? Вен диаграмма. Үшінші топ диаграмма. Екінші топ Әлихан Бөкейханның өмір жолы хронологиялық кесте толтырдыңдар, иә? Жақсы. Біз осы мен таныстық. Айта ғой. Енді біз грамматикалық тапсырмаларды орындайық. Тілдік бағдар бойынша грамматикалық тапсырма, берілген сызба бойынша бағыныңқы сабақтас құрмалы сөйлем құрастырыңдар. 1 минут беремін.
1-2 минут тездетіп сөйлем құрастырып шығамыз. Бұл барлықтарға қатысты кім жаңағы сөйлемін дайын оқып айтып берсе болады. Тездетеміз. 1-2 минут қалып, кім қанша сөйлем құрастырады. Бар ма сөйлемдері? Менде сөйлем бар. Мен айтқанша ол жазып болды. Мен не істегенше айтқанша және тағы да сөйлем. Саяси көзқарасы мен іс-әрекеті шыңдалған кезде ұлтжанды Александр Диалог қауым өкілі тұңғыш Қазақ Автономиялық Республикасының төрағасы етіп сайлады. Қай кезде Александр Бөкейхановты Қазақ Автономиялық Республикасының төрағасы етіп сайлады. Ол саяси көзқарасы мен іс-әрекетін шыңдалған кезде ұлтжанды Александр қауым өкілі тұңғыш кезінде сайлады. Тағы да кімде бар? Жақсы, дұрыс. Тағы кім құрастырды? Бар ма? Апай, менде бар. Кәне, бір сөйлеміңді оқып жіберші. Ғанген қанкен наннен кейін сон жасу жолы бойынша мен сондай сөйлем жаздым. Мен айтқаннан кейін ол жаза бастады. Так, Темірдан сөйлеп алды. Дұрыстап жібер. Мен апай. Болады. Мен бағанғы сөйлем алу үшін мен ған кен қанкенді оған ға ге қосып және оған дейін шейін қосқасын мен айтқанға дейін ол жазып қойды деген мысал алдым. Жақсы, дұрыс айтасың. Ал енді бүгінгі сабақта не білдіңдер, қандай қиындық туындады, не үйрендіңдер, не қолдарыңнан келеді? Кәне, кері байланыс жасап жүрейік. Бүгін мен не білдім, қандай қиындық туды? Кәне, бастаймыз. Бүгін мен Александр Бөкейхановтен Ахмет Бөкейханов туралы мәлімет білдім. Не үйрендіңдер? Бүгін маған вен диаграмма істеу қолымнан келді. Тағы да? Ментальный картамен қиындықтар туындады. Ментальды карта толтырғанда қиындықтар туындады. Дұрыс айтасың. Тағы да? Не үйрендіңдер бүгін? Не істей аласың? Топта жұмыс істеу үйрендік. Топта жұмыс істеуді жақсы. Қиындық туған мәселе болды ма топта жұмыс істеп жатқан кезінде? Жоқ. Қиындық? Аз уақыт болды. Аз уақыт болды, иә? Жақсы. Оқу тапсырмасын жазып аламыз. 3-ші тапсырма жұптық жұмыс, мәтін мазмұны бойынша жұбыңа сұрақтар қойып, өз көзқарасыңды білдіресіңдер. Олай болса, бүгінгі сабақ оқу мақсатына жетті. Рахмет сіздерге атсалып қатысқандарыңызға. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабаққа атсалысқандарың бойынша мен сендерге сабақтан кейін есептеп балдарыңды қойып беремін. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Қош болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.